$250.000. Осыншама ақшаға қорадағы бір керексіз затты сатып аламын деп хабарлама жіберсе не істейсіз? Қора қопсыны қопарып, аст үстіне шығарып, адақтап кетесіз. Дәл қазір Түркістан, Жамбыл, Алматы өңірінің жұрты солай сабылып іздеп жүр. Іздеп жүргендері жарғанаттың ұясы. $250.000-ға мұны арабтар сатып алмақ екен. Неге дейсіз ғой? Оның ішінде рактан жазатын, мәңгі жас қылатын сұйықтық бар екен. Амрита кокон дейді әлгіні. Бір қызығы айдалада жатқан бұл қандай батпан құйрық деп сұрақ қойған ешкім жоқ. Біздің журналист әлгі әңгіменің қаншалықты шындыққа жанасатынын білмек болып зерттеу жүргізді. Не дейсің? Жарғанат ұяларын сатып миллионер болып кеттім дегендер өте көп. Ал олардың нақты мекен жайы, яғни оның кім сатқаны белгісіз. Әйтеуір жұрттың барлығы солай айтып жүр. Ал бұл әңгімені жұрттың барлығы айтып жүрсе, демек ол алаяқтық. Ал бұл дәл осы сәтте алаяқтар 5 жарғанатты бірден $5.000-ға сатамын деп жедел жарнама жасайды. Ал оған сенген қазақтар дымсыз қалады. Дымсыз ғана емес, ұямен бірге қалады. Қазір досымыз келсе, ақшаны бөлісіп аламыз. Ассалаумағалейкум. Жарғанаттың ясы. Жоқ, біз арабтармен жұмыс жасамаймыз, бізге тыйым салды. Қалай сонда? Мен алданып қалдым ба? Қабая. Енді не істеймін? Ой, ақшаны әкіп келді. Біз қарапайым халықты алдадық. Жарғанаттың ұясын тапқан адамға бірден Нобель сыйлығын беруге болады. Себебі жарғанат ұя салмайды. Ол тышқан секілді шатырдың астында, үңгірлерде, тіпті ағаштардың түбінде өмір сүреді. Ал ұясына келсек, балдасы тышқан секілді туылады, тірі. Және де ол бір айдан соң анасынан ұшып кетеді. Мына видеода кукан, яғни тропикалық араның ұясы. Ал мына жақта кукан ол сазбалшықтан, яғни аферистер істеген. Біздің халықта, яғни Қазақстан елінде оны табу қиын. Себебі ол ұя салмайды. Ал сіздер алданып қалмаңыздар. Қыстың қақаған ортасында үңгір түбінде ұйықтап жатқан жарғанатты пысықайлар оятып үркітіп жатыр. Жарғанат оянып кетсе, қайта ұйқыға бата алмайды. Үсі бөледі. Жарғанат үсі бөлетін болса, оңтүстік өңірде безгек эпидемиясы басталады дей беріңіз. Жарғанат небір ауру тарататын шыбын маса жәндіктердің 2 миллион данасын бір күнде жеп қоятын мақұлық еді. Еді де өткен шақта сөйлеп жатырмыз. Өйткені қазір біз жарғанаттарға қастандық жасап жатырмыз.